Бала кезімізде ауылда бір апа жасы 40-қа келіп қалған Құралбай деген баласымен бірге тұратын. Бірақ сол 40-тағы Құралбай кішкентай бала сияқты еді. Ешкімге зияны жоқ 9-10 жастағы балалармен де ойнап жүре беретін. Кім жұмсаса, соның жұмысын істейтін. Үлкендердің айтуынша Құралбай шайтанның қызына ессіз ғашық болып, соған үйленген. Кейіннен оның шайтанның қызы екенін білген соң туыстары арашалап алған. Сосын шайтанның қызы Құралбайды ақылынан айырған екен. Оқиға бұлай болған көрінеді. Құралбайдың әкесі Құмарбай өте көрікті, ат құлағында ойнаған шабандоз кісі болған екен. Құралбай 15 жаста болғанда Құмарбай көкпарда аттан құлап мерт болған. Үлкендер жағы оның өліміне де шайтан себепші болған деседі. Өйткені шайтанның қызы талай рет Құмарбайдың атының жалғұйрығын өрмек болған екен. Бірақ Құмарбай шайтанның азғыруына көнбеген. Ақыры амалы таусылған шайтанның қызы: егер маған үйленбесең, ат жалын құшып өлесің, мен балаңа тием, деп серт еткен көрінеді. Сол кезде ел арасында Құмарбай қайтыс болған соң бейітінің басында шайтандар той тойлапты деген қауесетте тараған екен. Кейіннен басына барып Құран оқып қайтқан туыстары бейіт үстіндегі топырақтың тапталғанын айтқан деседі. Құмарбайдың 40-ы өтісімен Құралбай әкесінің бейітіне жиі барғыштауды әдетке айналдырады. Алғашында оның бұл әрекетіне аса мән бермегенмен, кейіннен түн ортасында бейіт басына баратынын білгенде анасы мен туыстары алаңдай бастайды. Алдымен өздері сөйлесіп, оның дұрыс емес екенін түсіндірмек болады. Бірақ Құралбай туған туыстарының айтқанына көнбейді. Болмаған соң туыстары Құралбайды молдаға оқытады. Молда оқыған соң Құралбай түн уақытында бейіт басына баруын қояды. Арадан 2 жылдай уақыт өткенде Құралбайдың түн мезгілінде бейітке баруы қайта басталады.